Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сіздерменен 4-тоқсанның кестесін қалай жариялаймыз, сол туралы айтқым келеді. Ол үшін күнделік кезекке кіресіздер және сол жерде кесте дегенге кіресіздер. Қазір кішкене айланып жатыр. Міне кесте дегенде мен 8-ші класстың кестесін көрейік. 4-тоқсанға жариялап. Бұл жерде 4-тоқсанға, 3-тоқсанға қойып аласыздар. Және сабақ түрлендіргіш дегенге басасыздар. Мен қазақ тілінде қойыппын, енді қазақша сабақ беретін болғасын. Және 3-тоқсанның ішіндегі мына кітапша бар. Осы кітапшаның үстін басасыздар. Сол кезде кестенің жаңа сұлбасын таңдаң дейді. Біз сол кезде 4-тоқсан деп таңдап жасаймыз. Міне, осы шықты және осы тоқсанды жариялаймыз. Жарияланды және 4-тоқсанға қоямыз. Мына жердегі. Ұмытып кетпейміз қай тоқсанға жариялап атқанымызды қоюды. Және мына жердегі галочка қоямыз. Міне, барлық сабақтар осы күнге өткізілді. Және асты бетіне түсіп, жариялау дегенді басасыздар. Кесте сәтті аяқталды. Енді журналға кіріп көруге болады. Журналға кіріп 8-ші класс қай сабақ бересіз, сол сабағыңызды таңдайсыздар және 4-тоқсанды ашып қарайсыздар. Міне, біздің кестеміз жарияланды. Назар тыңдап қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліңіздер, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі сабағымда көріскенше сау саламат болыңыздар.